Егер кейбір адамдар сізден теріс айналса, жақсыға жорыңыз. Өмір сізді қоқыстардан тазартуда. Қоршаған орта сіздің өміріңіз жайлы неғұрлым азырақ білсе, соғұрлым өміріңіз жақсы жаққа өрбиді. Барлық адам екі жүзді. Бірінші жүзі қайырымды шынайы елгезек, ал екінші жүзі айналасындағылар зұлымдық жасағанда пайда болады. Барлық адам өмірімізде тектен текке кезікпейді. Біреуі бақыт әкелсе, екіншісі тәжірибе, онан қалды шыңдалған мінезге үйретеді. Жек көрінішті болу үшін шындықты бетке айту жеткілікті. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз. Кез келген іс ойдан басталады. Батылды қорқыныштың жоқтығы емес. Ол өз бойыңыздағы қорқынышты өзіңіз басқару, соны ақылмен жеңу. Жауларым жоқ дегенің, жетістігім жоқ дегенің. Адамның бәрінде арман бар. Барлығы қиялдай алады. Айырмашылық әрекет етуде ғана. Әдемі сөйлеген адамға сенбе. Оның сөзінде әрқашан ойын бар. Үнсіз әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз. Ешкім кілті жоқ құлып жасамайды. Сол сияқты өмірде де барлығының шешімі бар. Өмірді жаңадан бастауға болмайды, бірақ басқаша жалғастыруға болады. Өмірдің заңы бойынша бір есік жабылғаннан кейін екінші есік ашылады. Бірақ көп адамдар ашылған есікке назар аудармайды. Керісінше жабылған есікке ұзақ қарап қалады. Ұсақ түйектің бәрін жүрегіне жақын қабылдайтын адамдар барлығынан да артық шынайы жақсы көре алады. Жасымыз үлкейіп ақыл қосқан сайын дос табуда қиындай береді. Екі түрлі нұсқа бар. Адамдар сені бағалайды, немесе пайдаланады. Ең бастысы мұны бірден білу, дұрыс түсіну. Тіпті ең мықты деген адамға да қолдау білдіретін адам қажет. Ұзақ уақыт бойы шыдап, кешірген адамдар кенеттен аяқ асты кетіп қалады. Ең дана екі ұстаз, өмір және уақыт. Бір жағынан өмір уақытты бағалауға үйретсе, ал уақыт өмірді бағалауға үйретеді. Сенің қаншалықты жаман адам екенің, соны сұраған адамыңа байланысты болады. Адамның саған не бере алатындығы маңызды емес. Сен үшін неден бас тарта алатыны маңызды. Уақыттың зырғып өтіп ұшуы жаман жаңалық. Жақсы жаңалық өз уақытыңның ұшқышы бола білу. Әрқашан күліп жүріңіз. Басқа адамдар сізге қызыға қарасын. Бақытты өмір сүргің келсе, өміріңді құпия сақта. Ешкімге ешқашан еш нәрсе жайлы айтпа. Жан дүниеңді кітап секілді ешкімге сеніп тапсырма. Өйткені жыртып тастауы мүмкін. Шыдамдылық өте ұлы өнер. Өз жолыңды өзің құра. Себебі қай жол сен үшін ең жақсы таңдау болатындығын өзіңнен артық ешкім білмейді.
Махаббатпен жасалған кез келген іс-әрекет әрқашан игі іс болады. Сабырлылық бұл өмірдің ең керемет байлығы. Аяқтан шалған адам мықты емес. Мықты адам ол құлағаннан кейін де қайта тұрып көтеріле алған адам. Өмірдің әр сәтін бағалай біл, өйткені олар өмірді құрайды. Өмірде ең қымбат ол уақыт. Өмір бір-ақ рет берілетін сый. Өзіңнің ішкі әлеміңді сақта, бағала, қадірле, себебі ол сыртқы әлеміміздің негізгі құраушысы болып табылады. Бақытты болудың бірден бір жолы бақыттың ізінен жүруді тоқтату. Күлкі барлық дерттің ең жақсы емі. Бақыт дегеніміз бұл барына шүкіршілік ете білу. Шынайы достық бұл өмірімізді бақыттырақ ететін, өмірімізге әр беретін бағасыз сый. Сенім жоғалту оңай, бірақ табу қиын, асыл тас. Шыдамды болыңыз, өйткені кез келген жеңіс уақытты қажет етеді. Даналық ешкім ұрлай алмайтын қазына. Басты құпия мынада: ыңғайлы сәтті күту керек емес. Оны өздігінен жасай білу керек. Жетістік үнемі күш салудың нәтижесі. Кішкентай нәрседен ләззат ала білген адам өмірден қуаныш табады. Достарыңды таңдауда дана бол, өйткені олар сенің жан дүниеңнің айнасына айналады. Адамға сөзсіз сену арқылы сіз екі нәрсенің біріне қол жеткізесіз: не өмір бойы адам, немесе өмірлік сабақ. Мейірімділікті әлсіздікпен, дөрекілікті мықтылықпен, ал арамдықты өмір сүру қабілетімен шатастырмау керек.